Мен Кенжебек Жақсылықұлы, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының қолдау себебім, мен Қазақстан азаматы ретінде осы соңғы өткен сайлауға болған осы бассыздықты көре отыра, тек азамат ретінде өзімнің көзқарасымды көрсете отыра, айта отыра, үндемей қалуға болмайды. Өйткені айналайын бүкіл Қазақстанның азаматтары, егер біздің ертеңіміз, еліміздің болашағы, халқымыздың, бала-шағамыздың, ұрпақтарымыздың, жеріміздің болашағы алаңдататын болса, осы алаңдататын болғаннан кейінгі жердегі Жалпыұлттық социал-демократия партиясының тастаған ұраны менен және осы партияның программасын, бағдарламасы бойын танысып шығып, соларды қолдауды шештім. Неге десеңіздер, бұнда ең бастысы тасталған ұран мемлекетті халыққа қайтарайық дейді. Егер барлығымыз ата заң конституцияны ашып қарасақ, 3-ші бап бойынша негізгі заң бойынша негізгі билік ол халық. Жерсіз халық мемлекет бола алмайды. Егер бізге ертеңіміз, болашақ бала-шағамыздың және де кешегі өтіп кеткен ата-бабаларымыздың, жотада жатқан зираттағы ата-бабаларымыздың зиратының өзі, болашақ балаларымыздың, ұрпағымыздың жерінің өзі керек десек, ел боламыз деп ертеңімізді ойласақ, осы бүгінгі Жалпыұлттық социалдық демократиялық партиясын қолдау керекпіз. Ел болып, бөлінгенді бөрі талайды дейді. Бұрыш-бұрышта бет-бетімізбен бәріміз анау жаман, мынау жаман деп жүре бергенше ел болып жиналып, заңды түрде конституция ата заңды қолымызға алып, осы Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясын қолдап, бір қолдан, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, ел болатын күн туды ағайын. Өздеріңізді де, барлықтарыңызды ертеңіміз, еліміздің болашағы, бала-шағамыздың, ұрпағымыздың болашағы алаңдататын болса, осы Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясына қолдап, осы партияға қосылып, осы партиямен бірге қарай елімізді көтеруге үндеуге шақырамын.